Ассаламу-алейкум, құрметті достарым. Сіздермен бірге заңгер Шыныбаев Марғұлан. Бүгін біз банктың бір құралы, инструменті рефинансирование туралы айтатын боламыз. Жалпы рефинансирование ол пайдалы ма, пайдасыз ба? Рефинансирование қолданған жөн ба, или қолданбаған дұрыс па екен? Соны сол туралы талқылайтын боламыз. Немеге тақырыпқа өтпей тұрып, подписка басып, лайк басып, өздеріңіздің тума-туысқан дос-жарандарыңызбен видеомен бөлісе отырсаңыздар. Біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, иә? Жалпы рефинансирование сіз түсінесіз бе, не екен? Соған сұрақ берейін, иә? Қараңыз. Мысалы мен айтайын. Сіз кез келген банкке бардыңызда 2 миллион теңге қарыз алдыңыз. Көлік алуға. Бір 5-6 жылға алдыңыз дерге, 5-6 жылға. Оның сыйақысы 2 миллион алсаңыз, 1,5 миллион үстіне сыйақы қосылады, сонымен сіз қанша қарсыз 3,5 миллион қайтаруыңыз керек болады. Дұрыс па? Енді 2 жыл өтті, 3 жыл өтті, сіз төлеп атсыз, денсаулығыңыз нашар болды, басқа бірден кейін бір себептермен төлей алмай қалдыңыз, иә? Бір 3-4 жылдан кейін. Сол кезде сіздің мысалға негізгі основной долгыңыз 1 миллион болды, сыйақыңыз тағы да 1 миллион болды, сонымен 2 миллион сіз қарыз болып қалдыңыз банкіге. Бірақ төлейтін қаражатыңыз жоқ. Сөйтіп банкіге барасыз, банкіге барғаннан кейін менеджерден айтасыз, менің енді осындай жағдайда душар болдым, осы жағдайға ары қарай шешімі қандай? Ары қарай не істесем болады? Сол кезде жаңағындай банктың менеджер айтуы мүмкін сізге. Бізде рефинансирование бар. Давайте біз сіздің қарызыңызды рефинансирование жасаймыз. Сіз ай сайын бұрын мысалға 80 мың теңге төлеп отырсаңыз, енді ай сайын 60 мың, 50 мың теңге төлеп отырасыз. Қолыңызға қалтаңыз көтереді, зато төлеп бітіресіз дейді. Сөйтіп адамдар қуана-қуана жаңағындай рефинансированиеға келіседі. Енді қараңыз, сіз рефинансирование келіскеннен ары қарай не болатын? Сіздің қарызыңыз қазіргі таңда мысалға 1 миллион теңге мұнда, 1 миллион теңге мұнда, жалпы 2 миллион теңге қарызсыз, иә? Ал рефинансирование жасасаңыз не болады? 2 миллион теңгеңіз сіздің основной долгқа айналып кетеді, негізгі қарызға айналып кетеді. Бұл жерде сыйақы болғанда, бұл жерде основной долгқа айналып кетеді. Основной долг 2 миллион. Осы 2 миллион основной долгқа айналады да, оның үстінен тағы да сыйақы қосылады. 2 миллионыңыз негізгі қарызға айналды, сыйақы қосылды, үстінен тағы да 2 миллион қосылды. Сонымен сіз банкке не? 4 миллион қарыз болдыңыз. Тағы да 6 жыл төлейсіз. 5-6 жыл мысалға айтып отырмын, 5-6 жыл. Сонымен сіздің 2 миллион қарызыңыз 4 миллионға айналып кетті. Түсіндіңіз ба? Қарызыңыз қалай өсіп кеткенін. Ал егер сіз рефинансирование жасамай, мысалға бұл жерде 6 жыл болды, 4 миллионға қарызға кіріп кеттіңіз, 1 жыл өтті, 1 жылдан кейін сіз қайтадан төлей алмай қалдыңыз. Сонымен сіз қанша қарыз болып қалдыңыз? Жалпы 4 миллион банкіге қарыз болып қалдыңыз. Айырмашылығы жоқ. Яғни қазір төлей алмай қалдыңыз, кейін төлей алмай қалдыңыз. Бұл жерде 2 миллион қарыз болсаңыз, 4 миллион қарыз болып шыға келесіз. Ал егер сіз рефинансированиеге бармай, сөйтіп банк сотқа берсе, сот арқылы сізге өндіруге берсе, қалай болады? Яғни сот пайдалы ма, пайдасыз ба, бұл жерде выгодно ма, невыгодно ма, тиімді ма, тиімсіз ба есептеге. Қараңыз, егер сотқа берсеңіздер, негізгі қарыз дедіңіз ғой, негізгі қарыз 1 миллион теңге қалды. Проценттен олар сіздің соңғы төлеміңізден басып 3 айға ғана сыйақы қосылады, процент қосылады. Яғни 1 миллион мың жерден бір 300 мың ғана қосылады. Сонда сіз 1 миллион сот орындаушыға 1 миллион 300 мың ғана қарыз боласыз сот орындаушыға. Түсіндіңіз ғой, міне. Яғни 1 миллион 300 ғана сот орындаушы қарыз боласыз, 1 миллион 300-ді төлейсіз. Я сіздің немеңіз черный қара тізімге кіреді, ендігі сізге кредит бермеуі мүмкін. Бірақ сіз 1 миллион 300 қайтарасыз. Қараңыз, бұл жерден 4 миллионға қайтарған қандай, 1 миллион 300 қайтарған қандай. Айырмашылығын көріп тұрсыз ба? Ал мына жердегі ситуацияны моделировать. Мысалға 4 миллион болды қарызға. Сіз 1 жыл төледіңіз, арғы төлей алмай қалдыңыз. Мысалға сот болды, сот шешімі шығарылды, сот шешімі сот орындаушы өтті. ЧСИ-ға, сот орындаушыға. Сот орындаушы өткеннен кейін, мысалға, мына жердегі
2 миллион основной долгыңыз қалды, мына жерден белгілі бір сумма, міне сыйақыдан белгілі бір сумма қалды. Мысалы 3 миллион теңге жаңағыдай қарыз болып қалдыңыз. Яғни 3 миллион теңге сот орындаушы арқылы сіз төлейтін боласыз. 2 миллион теңгенің белгілі бір суммасы, миллионны мысалға мына жерде бір 2 миллион теңгенің 1.800.000 ма бір суммасы қалды мысалға. Мына жерден вознаграждение белгілі бір суммасы қалып қалды, процентаж сыйақы, соңғы 3 айдың сыйақы. Содан 3 миллион теңге сіз не болып қалдыңыз? Қарыз болып қалдыңыз. Рефинансирование жасадыңыз, бәрі қарыз болып шықтыңыз. Рефинансирование жасамадыңыз, 1 миллион 300 төледіңіз, рефинансирование жасадыңыз, сот шешімімен 3 миллион болмаса 4 миллион бересіз. Айырмашылығы өздеріңіз көп тұрғандай, аймен көкте, иә. Не үшін бұл жалпы бұны айтып отырмын сізге? Бізге бір жақында клиент келді. Осыны сұрақпен. Кезінде бір 1,5 миллион ба 2 миллион теңгеге ма қарыз алған екен. Сөйтіп қарызын төлей алмай қалған. Төлей алмай қалғаннан кейін рефинансирование жасатқан. 1,5 миллион алса, оның үстіндегі процентімен есептеген кезде примерно 2,5 миллион 2,5 миллион 800 болады. Сөйтіп 2,8 миллион ма жаңағыдай сумманы, 2,8 миллион суммасын бұл неметкен? Процентпен жаңағыдай рефинансирование жасатқан. 2,8 миллион тағы да 2,8 миллион қосылған. 2,8 миллион қосылған. Сонымен бұл банкіге бәлем ба 6 миллион ба, 6,5 миллион ба қарыз болып қалған. Түсіндіңіз ғой? Яғни, егер рефинансирование жасатпаса, 2,8 миллион қарызы 2,8 миллион төлей беруші. Ал қазіргі таңда жаңа клиент өзі түсінбей отыр, мен төлеп жатырмын, бірақ ақшам қайда кетіп жатқанын түсінбеймін дейді. А рефинансирование жасаған кезде оның қарызы 2 есе өсіп кетті, 2 есе көп болып. Түсіндіңіз ғой? Сол сияқты рефинансирование жасатсаңыз, сіздің қарызыңыз 2 еселенеді. Одан сайын көбейеді сіздің қарызыңыз. Сондықтан рефинансирование жасатпай, осы қазіргі таңдағы өзіңіздің ситуацияңызда шығу жолын қарастырып, соттасаңыз, соттасып, проценттерін азайтып, штрафтарын азайтып, сотқа арыз жазу арқылы соттасып, мысалға өзіңіздің қанша қарызсыз, сол қарызыңызды төлеген әлде қайда жақсырақ. Бірақ енді әр ситуацияда әрқалай ғой, мен сізге өзімнің ойымды жаңағындай сізге жабыстырып, сізге дәл осылай істе деп айта алмаймын. Сондықтан сізді өздеріңіз ойланып көріңіздер. Енді мен сіздерге жалпы рефинансирование не екенін түсіндіріп бердім. Енді қорыта келе, одан кейін ары қарай шешімді енді өзіңіз қабылдайсыз. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Басына подписка басып, лайк басып, тіркелеп отырыңыздар. Тума-туысқандарыңызбен әрине бөлісе отырыңыздар. Осы Қазақи заң каналының дамуына атсалысуыңызды сұраймын. Көріскенше күн жақсы, сау болыңыздар.